Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті жерлестер, қадірменді білім алушылар. Шын мәнісінде біздің университетімізде мына тұлға боламын жобасы аясында бүгін физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Сартабанов Жайшылық Алмағамбетұлы менен жайдарлы жүздесу болайын деп отыр деп ойлаймыз. Көптен бері ағайменен осы университетте қызмет жасаймыз. Ағай 50 жылдан астам осы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде қара шаңырақта тапжылмай жұмыс жасап келе жатыр. Өзінің саналы ғұмырында ұрпақ тәрбиелеу мәселесінде негізгі объект ретінде алып, жастарға үнемі жалынды және жастардың осы дұрыс тәртіпті тәрбиелі бағыт беру барысында айналысып жүрген ғалымымыз. Қазіргі уақытта университеттегі ақсақалдар кеңесінің төрағасы, қоғамдық жұмыспен де айналысып жүр. Оған ешқандай ақы төленбейді. Шын мәнісінде де Жайшылық Алмағамбетұлы қазіргі уақытта біз қандай мәселелер туындаса университеттегі бұл тәрбие бағытындағы немесе қоғамдық жұмыстар тағы басқаларды ақыл кеңестерін тыңдап жүрген жайымыз бар. Осы орайда Жайшылық Алмағамбетұлы сізден бір 4-5 сауал қойып сізбен сұхбаттасқым келіп отыр. Яғни негізгі мына бірінші мәселе жалпы жоғарғы мектептегі ұлттық тәрбиенің рөлі қандай? Осы бағытта сіздің аузыңыздан көптеген ой түйіндеріңізді естігім келеді. Енді жалпы кеңестік дәуірде қалыптасқан жоғарғы мектептің қызметкері болып есептелінен ғой біріншіден. Екіншіден енді заман өзгеріп, еліміз кеңестік дәуірден егемендік алған ел дәуіріне өтпелі кезеңде қызмет жасап, одан кейін бұл бір екінші кезең болды. Енді қазір осы заманда үшінші кезеңнің басталған дәуіріне кірісу кезеңіне қазір тап болып, сол бағытта қазір жастармен жұмыс жасап жатырмыз. Енді тәрбие жұмысы әр уақытта мамандық алудың барысында жүргізіледі. Сол кезең өзгергенменен тәрбиелік жұмыстың негізгі бағыты, бағдары аса мықты менімше өзгеріске ұшырай қоймайды деп есептеймін. Себебі заман, уақыт қалай өзгерсе де адам әр уақытта азамат болып қалу керек. Осы қағидадан қарайтын болсақ, тәрбие жұмысының негізгі бағыттары аса мықты өзгеріске ұшырамайтын сияқты болып көрінеді маған. Мен жалпы математик болғаннан кейін сол математика ғылымы қоғамдық өзгеріске байланысты аса өзгеріске ұшырамайды. Сондықтан осы ғылымға жастарды тәрбиелеу барысында да тәрбие жұмыстары да осы бағытта, осы қалыпта жүретін сияқты болады да отырады. Енді математика ғылымы бұл бір аса өзгере қоймайтын ғылымның саласы болып есептелінеді. Себебі бұл ғылым қандай болмасын материалдық дүниенің формулық
және сандық қасиеттеріне бағынған. Ал қандай материалдық дүние болмасын, олар оның формалық және сандық қасиеттері бар. Соны зерттеп, соны ғылыми негіздерін жастарға берудегі біздің енді әдістерімізді аса мықты дәуірдің өзгеруіне байланысты, жаңа қоғамдық кезеңнің өзгеруіне байланысты аса мықты өзгеріске ұшырай қоймайтын сияқты көрініп тұрады маған. Ойыңыздан дегенмен талап өзгереді, қоғамға байланысты талап өзгереді. Сол талапқа байланысты біздің сол тәрбие жұмысының да бағыттары, мазмұны, оны енді өзгеретіні белгілі. Ойыңыздан ой туындайды. Мен қазір ойлап отырмын, бірінші математика ғылымы саласындағы мамандардан бастағаным да бекерден бекер емес екен. Себебі әйгілі математик Пифагордың өзі де осы философия ғылымының, философия деген атаудың енуіне алғашқы септік болған осы ежелгі грек математигі ойшыл Пифагор болатын. Сондықтан бүгін мен қарап отырсам, шынында да неге алғашқы сұхбатымызды осы сізден бастауымыздың тұшымды жағы осы болып отыр. Олай болса, жалпы өміріңізде бала тәрбиесінде ол шәкірт тәрбиелеу болсын, алдыңызға келген қаншама студенттер болды, қазіргі уақытта білім алушылар дейміз ғой. Сондағы ең негізгі алдыңғы шепке, алдыңғы қатарға қойған бір міндеттеріңіз қандай болды? Осы нәрсені білгім келеді. Яғни қандай мәселе осы бала тәрбиелеу мәселесінде алдыңғы орында тұру керек? Ең бірінші кезекте осы баланың бойында, осы студенттің бойында болуы тиіс құнды қасиеттер деп қандай мәселелерді атап өтер едіңіз? Енді ғылым деген, математика деген сөздің егер несіне, түсінігіне келетін болса, ол енді таным деген сөз ғой. Сол таным немесе ол танымдық деген сөз, ол ғылым деген сөзбен пара-пар нәрсе. Шынында да сол ғылымның тарихына үңілетін болсақ, сол алғашқы ғылым осы Пифагордың есімімен байланысты жатыр. Пифагор өзінің атымен аталынатын Пифагор теоремасы деген теорема бар. Сол теореманы Пифагорға дейін де мысырлық ғалымдар, оның алдындағы ғылымы дамыған, жазу өнері дамыған елдерде, мысалға бедерлеп тасқа жазу дамыған алдыңғы елдер. Одан кейін мысырлық елдер қамыстың қабығына жазып ғылымды дамытқан мысырлық елдер. Сол елдерде белгілі болған бұл Пифагор теоремасы. Пифагордың өзі Мысырда 12 жыл, 13 жылдай жүріп, сол ғылымда алған. Сондықтан енді сол ғылымның өзінің теоремасының Нил өзенінің жағасында отырып, Жерорта теңізінің жағасында құмға отырып, сол теореманың бірнеше дәлелдеулерін келтірген. Осы кезден бастап осы дәлелді, негізді тұжырым бұл ғылыми тұжырым деп аталған. Яки сол
кезде бастап ғылым өзінің дамуын алды деп аталынады. Енді үлкен ғалымдар Пифагор теоремасы оған дейін де белгілі болған, бірақ Пифагордың аты беретін себебі сол тұжырымдардың дәлелді негізді болуына байланысты деп есептеп, сосын соны Пифагор теоремасы ғылыми теорияның сол бастауында тұратын. Рахмет. Тәжірибеде тұратын бір тұжырым болып есептеледі. Өте тамаша, рахмет. Мазмұнды, өте осындай құнды ақпаратыңызға жауабыңызды. Жалпы енді ары қарай қазір біз жаңа Қазақстан құрамыз деп жатырмыз. Осы жаңа Қазақстанда жаңа Қазақстанның жастары қандай болу керек? Жаңа Қазақстан енді біз ескі Қазақстан деп салыстырмалы түрде атамаймыз. Дегенмен бұл тарихта бар нәрсе ғой. Бірінші республика, екінші республика деген, мысалы Франция 6-шы республика деп аталды. Олай болатын болса, біз өзіміздің 30 жылдан кейінгі осы тәуелсіздіктен кейінгі жаңа Қазақстанда жастарға қандай бір өзіңіздің ұсыныстарыңызды, жастардың тәрбие бағытында, жалпы өзінің ұстау бағытында, ары қарай ғылымы бар, академиялық адалдық мәселесі деген сияқты, осы орайда жастарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Енді жаңа айтып отқан математика ғылым деп айтып отырған, содан бастау, сөзімді бастап отқан себебім, енді бұл жаңа Қазақстан мәселесін енді көтеріп отқан біздің қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев қой. Бұның бастамасы маған өте қатты біріншіден ұнайды, және екіншіден бір бұл бір болмаған жаңа бастау сияқты көрінеді. Бұның ең басты нәрсесі Қасым-Жомарт Тоқаевтың көтеріп отқан президентіміздің, қазіргі президентіміздің көтеріп отқан мәселесі бұл әділеттілік мәселесі. Жаңа Қазақстанның басқаша айтатын болсақ, ол әділетті Қазақстан деп айтқан сөзі бар. Ал енді математика ғылымымен әділеттілік мәселесі екінші жағынан қарайтын болсақ, ол бір нәрсе. Математика ғылымы әділеттілікке тәрбиелейді ғой. Бұдан математикалық тілде, математикалық терминде дәлелденген нәрсе еш уақытта ол өтірік болмайды. Сондықтан математикалық ғылымға тәрбиелеу деген сөз, ол екінші жағынан әділеттілікке тәрбиелеу деген сөзбен пара-пар нәрсе. Енді Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміздің бастапқы осы тәрбие саласында, адами тәрбие барысында ең алғашқы сөздерінің біреуі абайша толықтылық бағыты болып есептелді. Ал енді абайша толықтылық деп сөзді айтатын болсақ, біздің мақтанышымыз, екі мақтанышымыз бар ғой, екі мақтанышымыз дүниежүзілік әлемдік тұрғыда мақтанатын. Ол бірінші ғалым, екінші шығыстың ұстазы атанған, немесе екінші ұстаз атанған Әл-Фараби болатын болса, сосын екіншісі адами тәрбие бағытындағы мақтанышымыз бұл Абай болып табылады. Ал енді бұл екі ғалымда мұсылмандық діндегі адамдар заманында өздері. Мен ойымша солай. Әл-Фараби екеуастан алдыменен араб ғалымы болып жарыққа шықты.
батыстың ғалымдарының барлығы әл-фарабиді араб ғалымы деп таныды. Абайды алатын болсақ, Абайда оның алғашқы осы мұсылмандық діндегі елдердің уәкілі ретінде солардың әуелі арабша қаттанып, одан кейін шығыстың ақындарын, философтарын, ғалымдарын оқып, сосын барып батысқа бұрылған үлкен ғұлама болып есептелінетін белгілі, өздеріңіз білесіз, балалар, жастар да біледі. Менің жаңағы шығысым батыс болды деп айтып, осы батыс ғалымдарының да еңбектерін терең меңгерген адам болды. Енді адами күн, то есть имани күн, үссеу деген принципті алға шығарады. Имани күн, үссеу деген ол алдымен Алланы сүйдейді. Енді Құран кәрімде, қасиетті Құран кәрімде жазылған бұл. Содан кейін адамдар бір-бірін сүйді. Сосын үшінші сүю, ол әділеттілікті сүйді. Сондықтан бұл үш сүю шында қарап отырасын болсақ, жалпы сүю сезімі, осындай сезімді таным, бұл бүкіл өмірдің негізі болып табылады. Ал енді оның ішінде әділеттілік сүю, әділеттілікті сүю, бұл адами қатынастағы сүю болып табылады. Бұл адами қатынастың негізі болып табылады. Осы жағынан алғанда бұл әділеттілікті сүю, әділеттілікті жүргізу, бұл адами қатынастың негізі, және бұл осы жағынан келген уақытта біздің математикалық ғылыммен қат-қабат кәдімгі бірге келіп жатқан бағыттағы адами тәрбие жұмысы болып есептеледі. Ой, тамаша, өте керемет. Мына әділеттілік туралы жаңа Қазақстанда жастар енді бойында әділеттілік ұғымыменен сәйкестендіру керек деген идеяңыз өте керемет шықты. Мына математикада жаңа айтып отырсыз, шынында да әділеттілік қана. Еңбекті шығарды, бір есепті шығарды, оның нәтижесі еш уақытта өзгермейді. Я былай бірдегі бір қосқанда 2-3 болмайды. Математикасы дәлелденсе, ол теріс болмайды. Теріске шығарылмайды. Әдемі шықты, өте әдемі. Осы жердегі ойыңызды өте құптаймын. Енді осы орайда шын мәнісінде де біздің университетіміз енді ширек ғасырдан астам қызмет жасайсыз ғой. Осы аралықта елдің аузында деген бізде қазақта сөз бар. Сонда сізді жайдарлы жайшылық деп айтады. Оның барлығы сіздің мына мінезіңізбенен, өзіңіздің жайдарлы жүзіңізбенен, осы жасап жатқан еңбегіңізде үнемі бір байыппен, асықпай, барлық нәрсенің өзінің дұрыс әділеттілігі өз алдына жөніменен, ретімен, сәтімен болуына ықпал етіп жүрсіз. Сізге осы сұхбатқа келгеніңізге рахмет айтамыз. Алдағы уақытта деніңізге саулық, университетімізге әлі де сіздің беретін, сізден алатын үлгі тұтатын жерлеріміз көп. Сондықтан аман болыңыз, ауырмаңыз. Осындай сұхбатқа ашық келгеніңізге алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта бұл серия ретінде жалғасатын болады. Сондықтан сізге табыс тілеймін. Рахмет.